Алматы қаласы. Көктемнің соңғы күндерінің бірі. Аспан ашық, таулардан салқын жел еседі. 18 жасар Ернар үйінде үстел басында отырып, емтиханға дайындалып жатқан. Сағат түнгі 11:55 минут. Ол көзін уқалап терезеден сыртқа қарайды. Көше тыныш, тек алыстағы бір иттің дауысы естіледі. Ернар шай құйып алып, қайта кітабына көміледі. Сағат 12-ге таман біртүрлі дыбыс шығады, судың гүріліндей. Басында ол жаңбыр деп ойлайды, бірақ ешқандай жауын шашын жоқ. Дыбыс жақындай түседі. Ернар терезені ашып, сыртқа қараса, көше бойында қараңғы бір нәрсе жылжып келе жатыр. Ол көзін айырғанша, үлкен су толқыны көшенің басынан ағып түседі. Ернар есікті ашқысы келеді, бірақ уақыт жоқ. Су қабырғадай боп терезеге соғылады, шыны сынып, Ернарды су ішіне жұлып алады. Ол айғайлай алмайды, өкпесі суға толады. Ол суық, қараңғы, ессіз. Сосын ештеңе жоқ. Тек бір сәтте ол қайтадан көзін ашады. Төбеде кәдімгі ақ шам, үстелде кітап, шайы суып қалған. Сағат түнгі 11:55 минут. Ернар орнынан атып тұрып, терезеге жүгіреді. Көше тыныш. Ол бірнеше секунд тұрып, бұл түспей еді деп ойлайды. Бірақ маңдайындағы суық тер, дірілдеген қолдары олай емес екенін көрсетеді. Сағат 12-ге таман дәл сол дыбыс қайталанады. Ернар бұл жолы жүгіріп, үйдің артқы есігінен шығып, биік төбеге қарай ұмтылады. Артынан су толқыны келеді, бірақ ол тауға жетіп, өрмелеп шығады. Су оның аяғының астынан ағып өтеді. Ернар демалып төмен қарайды. Бүкіл шағын округ су астында. Ол түн бойы сол жерде отырып, таң атқанша судың тартылғанын көреді. Таңертең ол үйіне оралады. Көршілер еш нәрсе білмейді, олардың ешқайсысы су тасқынын есіне түсірмейді. Тек Ернардың ғана жадында бұл қасірет сақталған. Ол күні бойы ойланады, не болды? Мен қайта тірілдім бе? Неге басқалар ештеңе білмейді? Кешкісін ол интернеттен су тасқыны туралы ешқандай ақпарат таба алмайды. Қала тыныш, адамдар кәдімгі өмірін сүріп жатыр. Сағат түнгі 11:55 минутта ол қайтадан дайын тұрады. Ол бұл жолы көршілерін ескертпек болады. Бірінші есікті қағып, 7 пәтердегі кемпір апайға, су тасқыны келеді, үйден шығыңыз, дейді. Кемпір апай оған сенбей, бала, сенің көңілің қалай? Түнде не сенсің? дейді. Ернар уақыт аз екенін біліп, екінші, үшінші пәтерге жүгіреді. Біреулер оны тыңдап шығады, біреулер мазақтайды. Сағат 12-де су тағы да келеді. Ол көп адамды шығарып үлгереді, бірақ 10 шақты адам әлі үйінде қалады. Ернар айқайлайды, бірақ су оның даусын басып кетеді. Өзінде ағып бара жатқан қоқысқа соғылып, есінен танады. Таңертең ол тағы да тура сол күннің таңына оянады, үстел басында кітап, суыған шай. Сағат 11:55. Бұл жолы Ернар енді түс емес, шындық екенін түсінеді. Ол циклді екенін. Бірінші күні ол тек өзінің қалай өлгенін көрді. Екінші күні ол адамдарды құтқаруға тырысты, аздап нәтижеге жетті. Көп адам өлді. Ол шешім қабылдайды. Үшінші күні барлығын құтқару керек. Үшінші түнгі 11:55. Ернар бұл жолы полицияға хабарласады. Телефонмен, қалаға су тасқыны келеді, түнгі 12-де бөгет бұзылады, дейді. Оператор жауап береді, сіз қайдан білесіз? Сіздің атыңыз кім? Ернар өзін таныстырып, орнын айтады. Оператор оның сөзін жазбаға алады, бірақ дабыл белгісін көтермейді. Ернар уақытты босқа өткізіп алғанын түсінеді. Ол жүгіріп, өз бетімен көпшілікті көшеге шығара бастайды. Бұл жолы 30-ға жуық адамды құтқарады. Бірақ су тасқыны бұрынғыдан да қатты болып, қаланың жартысы су астында қалады. Ернар қайтадан есінен танады, қайта оянады. Таң, үстел, кітап, шай. Артыңыздан өткендей. Ол 4-ші күні оянғанда, бұдан былай ешкімге жүгіріп қашыңдар деп айғайламайды. Ол басын суық суға салғандай, салқын қандылықпен ақылға жүгінеді. Су қайдан келеді? Неліктен дәл түнгі 12-де? Неліктен әрбір цикл сайын су деңгейі өзгереді? Ол картаны алып, Алматының коллекторлық жүйесін зерттей бастайды. Күндіз ол қаланың су шаруашылығы мекемесіне барып, инженерлермен сөйлеседі.
Олар оған бөгеттер, каналдар, су қоймалары туралы айтады. Ернар біртүрлі бір заңдылықты байқайды. Су тасқыны әрқашан қаланың солтүстік-батыс жағынан басталып, оңтүстік-шығысқа қарай жылжиды. Бұл кәдімгі су ағыны емес, әлде бір басқарылатын толқын сияқты. Ол түнгі 11:30-да бөгеттің жанына барады. Сағат 12-ге 10 минут қалғанда ол бөгеттің түбінде бір құбырдың жарылғанын көреді. Бірақ ол жарылмаған, ол әдейі ашылған. Құбырдың тұсында жаңа іздер, адам қолының ізі. Ернар ойланады. Бұл су таңын қоздырады. Бірақ кім? Неге? Ол уақыт жоқ екенін біліп, құбырды бітеп көрмек болады. Қолына бір тас алып, жарықшақты жабады. Бірақ су басқа жерден шығады, астынан, арт жағынан. Сол сәтте толқын келіп, оны ұрады. Ол тағы да есінен танады. 5-ші күні таңертең Ернар төсекте жатып, 3 күн бойы жинаған ақпаратын саралайды. Ол, мен егер тек адамдарды құтқаруға тырыссам, су тасқынның себебін жоймасам, бәрібір қайталанады. Ал егер себебін жойсам, мен 5-ші толқынды тоқтата аламын. Бірақ ол үшін дәл есептеу керек, қай көшелер бірінші су астында қалады, кімдер қайда болады, қай жерде бөгетті тоқтату керек. Ол күні бойы карталар мен су схемалармен жұмыс істейді. Түстен кейін ол Ақсу өзенінің бойындағы ескі ғимаратқа барады. Сол жерден ол су тасқынын басқаратын пульт табады. Оның артында бір белгісіз ұйым тұр. Ернар пультті зерттеп, үлкен клапандардың біреуін қосу арқылы суды басқа каналға бұруға болатынын түсінеді. Бірақ ол сирек кездесетін кодты білуі керек. Ернар түнге дейін кодты іздейді. Ол пульттің жанындағы қағаздарды ақтарып, ескі құжаттарды оқиды. Бір кенеттен ол ескертуді табады. Желтоқсан 05 жыл сағат 00:00 толқын. Қаланы тазарту. Барлық тұрғындар бірінші кезекте су астында қалады. Солтүстік көшелерден бастаңыз. Ернар бұл біреудің жоспарлы терроры екенін түсінеді. Ол кодты анықтай алмай, уақыт таусылады. Сағат 11:30-да ол қайтадан бөгетке барады. Бұл жолы ол кодты механикалық жолмен бұзуға тырысады. Бірақ ол еш нәрсеге үлгермейді, су тағы келеді. Ол өлімнен қорықпайды, ол қайта оянатынын біледі. Бірақ әр өлім сайын оның бір бөлігі өшіп бара жатқандай. 6-шы күні, әлде 5-ші рет. Ернар санап шатастырып алды. Бірақ ол бекінді, бүгін шешемін. Ол ересектерден көмек сұрау туралы ойлайды. Атанасы ұлының ақыл есі дұрыс емес деп қорқады. Тек бір кісі, оның бұрынғы мектеп мұғалімі, физика пәнінің оқытушысы Асқар Мырза Ернарды тыңдайды. Ернар оған бүкіл жағдайды түсіндіреді. Асқар Мырза таңғалып, менікінше, сен уақыт ілмегіндесің. Бұл Эйнштейн теориясына сәйкес келеді. Егер сен су тасқынын бастаған нүктені бұзсаң, цикл тоқтайды дейді. Екеуі бірге кешке дейін есептеулер жүргізеді. Асқар Мырза қаланың су схемаларын толығымен зерттеп, судың бір кезде қаланың оңтүстік-батысындағы ескі сорғы станциясынан басталатынын анықтайды. Дәл осы жерде су жасанды түрде жіберіледі дейді Асқар. Ернар түнгі 11:30-да Асқар Мырзамен бірге сорғы станциясына келеді. Олар күзетшілердің айтқанына қарамай, ішке кіреді. Станцияның орталық залында үлкен компьютер пульті орналасқан. Ернар картаны ашып, судың қай көшелерді бірінші басатынын, қай фонтандардың жарылатынын, қаңтар ойпатында қанша адам тұратынын секундқа дейін есептеген. Асқар Мырза, міне, анау басты клапан. Егер сен оны сағат 12-ден 10 секунд бұрын жапсаң, су тасқыны болмайды. Бірақ клапан жабылған кезде сол бөлмедегі қысым кенет төмендейді, ал сені жаймен қабырғаға ұрады дейді. Ернар, онда мен құтқарыламын ба? Деп сұрайды. Асқар, жоқ, сен сол жерде өлесің. Бірақ сенің өлімің бүкіл қаланы құтқарады. Әлде сен өзің құтқарылып циклде қала бересің бе? Ернар бірнеше секунд ойланады. Аяқ, арман, атана. Сосын күледі. Мен басқаларды құтқарамын. Себебі мен бұл өлімнің қандай болатынын білемін. Бірақ бұл жолы мағынасы бар дейді. Сағат 12-ге 1 минут қалғанда Ернар клапанға жүгіреді. Асқар Мырза дабылды басуға тырысады, бірақ Ернар оның қолын ұстайды. Жоқ, бұл менің таңдауым. Сіз тірі қалыңыз. Қалаға ертең не болғанын айтыңыз дейді.
Сағат 12:30-да клапаннан су бұрқ ете түседі. Ернар қолын созып ажыратқышты басады. Су кенет ағысын өзгертеді. Станцияның ішіндегі құбырлар сықырлайды. Бір түрлі дыбыс. Сосын жарылыс. Ернардың денесін үлкен күш лақтырады. Ол аспанға қарап ұшқандай сезінеді. Сосын қараңғылық. Тек бір сәтте ол жарық көреді. Бейтаныс төбе, ақ төсет. Ағаштар қолын сипаған анасы. Ернар, сен ес-түссіз 7 күн жаттың, біз сені судан тауып алдық. Барлық Алматы су астында қалып, кенеттен су тартылды. Бұл ешқайсымыз түсінбейтін ғажайып. Тек сенің бетің, қолың жарала. Саған не болды? Ернар күлімсіреп, мен циклдан шықтым. 5-ші толқын өтті. Қаламан деп жауап береді. Кейін ел оны 5-ші толқынның баласы деп атап аңызға айналдырады. Алматыдағы сол бір түнді ешкім есіне алмайды. Бірақ әрбір 12 мамырда адамдар орталық алаңға жиналып, белгісіз құтқарушыны еске алады. Ернардың анасы әлі күнге баласының маңдайындағы таңбаны көріп, кім біледі, бәлкім бұл шынымен 5-ші толқын болған шығар дейді. Ернар өзі ешкімге оқиғасын толық айтпайды. Тек қыста, дауылды күндері ол терезе алдына шығып, тауларға қарап, неге мен 5-ші күні ғана түсіндім. Өйткені 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші күндері мен өзім үшін өмір сүрдім. 5-ші күні басқалар үшін өлдім дейді. Ол бұл сөзді тек өзіне ғана айтады. Себебі ол для ешбір дәлел жоқ, тек уақыт қана жауап береді.